Қайырлы күн достар, сіздермен Азиза. Бүгін жаңа жылдық шаша атты тіске басар дайындайтын боламыз. Ең алдымен мен каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен каналымның дамуына үлкен үлестеріңізді қосатын боласыздар. Тіске басарымызды дайындау үшін бізге келесі азық-түліктер қажет болады. Батон нан, икра, творожный сыр және де қияр. Ең алдымен мен осылай батон нанды турап алдым. Одан соң творожный сырымызды туралған батон нандарымыздың үстіне жағатын боламыз. Творожный сырымыздың үстіне икрамызды жағып аламыз. Міне барлығына жағып дайындап қойдым. Келесі кезек үстін безендіру. Тіс шұқитын таяқшаларымызға қиярларымызды осылай турап, әдемілеп, рет-ретімен шаша сияқты видеодағыдай етіп кезекпен кезек орналастыратын боламыз. Оның үстіне мен жұлдызша ретінде сәбізді пайдаландым. Сіздер қызылшаны да қолдануларыңызға болады. Жаңа жыл, өміріміз жаңарсын, тамсандық, таңғалдық. Міне біздің жаңа жылдық тіске басарымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлығы дастархан мол болғанын және де әдемі болғанын қалайды. Ең бастысы дәмді ас болсын. Жасап көріңіздер. Жаңа жылда жаңа табысқа жете беріңіздер. Жаңа жыл құтты болсын.